қайда менің жүрегімді елжіреткен жаным қандай жайдарлы еді. Нури камал, камалым-ай, күнде ашық жанарың-ай, қолың жетпей, сөзіңді өтпей, жаутаңдаған қабағың-ай, қарадым-ай. Нури камал, камалым-ай, күнде ашық жанарың-ай, қолың жетпей, сөзіңді өтпей, жаутаңдаған қабағың-ай, қарадым-ай. Ойың озық, сөзің тәтті, қандай ана сені тапты, көңіліңнің шарасына сыймай тасып сезім жатты. Нури камал, камалым-ай, күнде ашық жанарың-ай, қолың жетпей, сөзіңді өтпей, жаутаңдаған қабағың-ай, қарадым-ай. Нури камал, камалым-ай, күнде ашық жанарың-ай, қолың жетпей, сөзіңді өтпей, жаутаңдаған қабағың-ай, қарадым-ай. Бүгінгі тойдың иелері, яғни Әйгерім қызымыздың ата-анасы. Олай болса ортаға келіңіз. Асеке, сұлу жеңешемді алып Асылбекеға ортаға келсеңіз, тойдың иесі құсап, ортаға керемет көңіл күймен, әдемі бимен келсеңіз кәнекей. Жібер музыканы. Асекең келе жатыр. Ділдә жеңгемізбен. Ділдә жеңге қайдасыз? Ділдә жеңге қайдасыз? Келіңіз ортаға. Бәрекелді, ортаға келіңіздер. Құрметті ағайындар, ортаға. Асеке, мына келіс жарамайды мынау. Мынау не келіс болды мынау? Сонау Сарыағаштан Шымкентке келіп той жасап атқанда, Әйгерімдей сұлу қызын ұзатып атқанда, бұндай тойдың иелері екі қолын жоғары көтеріп, мынандай сұлу келіншегін билетіп келеді. Сіздер билеп келатқанда, отырған ағайын жеп отқан тамағын тастай сап, орындарынан тұрып шапалақ ұрады ғой. Сонда ана жақта тұрдыңыздар, дұрыстап шақырамын қазір. Әдемілеп билеп келіңіз. Жеңеше, мына сумкаңыз маған беріңіз. Бұл жерде ең сенімді адам мен. Ашып тексере алмаймын бұны. Ал құрметті ағайындар, ортаға бүгінгі тойдың иелері Әйгерімнің ата-анасы Асылбек пен Ділдә ортада! Жібер музыка! Шаршама, тек шаршама, аяқ қолың тасса, жолғынып бір билейік, шаң шығарып ортада. Шаршамай, шаршамай, аяқ қолың талсадай, жолғынып бір билейік, шаң шығарып ортадай. Ай-ай, қошемет қайда Астана, Нұр-Сұлтан! Рахмет, Асеке, Ділдә жеңшемді алғалы билемеге сол деймін. Ұялып билеп келедір Асеке. Жалпы қазақтың ғалымдары мықты ғой дәлелдепті. Егер еркек ортада секіріп билеп келе жатса, ол басқа біреудің әйелімен билеп жатқан еркек депті. Ал ортада ұялып, әшейін бүйтіп Асекең сияқты келе жатса, ол өз әйелімен билеп келе жатқан еркек депті. Өз әйел екенін мойындатты ғой, онда Асекеңе арнайы бір қол соқсаңыздар жарасады, құрметті ағайындар. Мен просто мына билеріңізді қарап тұрып
мына екі кісі қыз ұзатып жатқан адамға ұқсамайды ғой деп қалдым. Сөйтсем екі жастың шаңырақ көтергеніне, о, төрдегі құда мен құдағидан, екеуіңізден, төртеуіңізден басқа ешкім артық қуана алмайды екен. Ең қатты қуанатын сіздер екенсіздер. Себебі дүниеге келгелі, Нұрсұлтан дүниеге келгелі, Әйгерім дүниеге келгелі армандадыңыздар. Менің құдам кім болады, менің құдағиым кім болады деп. Міне, дәл сол сәт бүгін келді. Әйгерім, Нұрсұлтан орындарынан тұрып тұрсыңдар, мен астарын қазып саған. Тұрсыңдар орындарынан. Бәрекелді, бәрекелді. Күйеу баланы көрейік. Бәрекелді, күйеу құтты болсын. Асаға менің келіншегім қыз туамай жатыр. Тек бала туып жатыр. Сондықтан мына қызыңыз жұғысты болсын деп қояйын бүйтіп. Әйгеріміңіз жұғысты болсын маған. Мен просто түсінбеймін, қазақтар қалай деймін. Қызын өсіріп алып кеп, қалай басқа елге бере саласыздар? Сөйтсем бұған Мұхтар Шаханов жауап беріп қойыпты. Табиғаттың бізге жұмбақ сыры көп қой, таң қалам. Таң қаламда ылғи сонда бұлбұл құстар ән салар, күз келгенде уылжып пірпсе деген алмалар, алма піссе, сол алманы үзіп алған жөн болар. Үзіп алған жөн болады, шалындырмай ызғарға, байқап қарап отырсам, піскен алма секілді екен. Бой жеткен бұл қыздарда. Бұл өмірде бүкіл адам сұлулыққа үміткер, сол алмабақты күндіз түні аңди деген, о, Нұрсұлтан сияқты ұры жігіттер. Күлмеңіз Асеке, сіз дәңдедіңіз, ажарлы мен базарлысын саралай. Сөйтіп бір күн қағып түстік, көктігіне қарамай. Енді бүгін түк көрмеген жандайсыз, тосын келген Нұрсұлтаннан Әйгерімді қорғайсыз. Алма бетті Әйгерімің бой жеткен соң сенің де көкірегіңе сенімсіз шырмау кірді көңілге. Қиын екен, қыз әкесі болу деген ол бір сын. Бағыңызға қандай ұры жолғарын кім білсін? Бірақ сіздің ұрыңыз осал жігіт емес. Арғын елінің бетке тұтар жігіті. Солай ма арғындар? О, естіңіз бе құдалардың даусын? Айқайлап жатыр. Арғынның бетке тұтар жігіті дейді. Жалпы арғын деген елді білесіз ғой, қазақ тарихында ойып тұрып алар орны бар. Арғын аға баласы деген қазақпыз. Олай болса сол аға баласының кереметті сұлтаны келіп отыр алдымызға. Нұрсұлтандай сұлтаны. Жалпы арғындардан қыз алғандарды білесіз ғой кімдер екен? Арғындармен кім құдай екен білесіз ба? О, Нұрсұлтан арғынның қызынаған. Бұл Нұрсұлтан емес, елбасымыз Нұрсұлтан. Одан кейінгі Заманбек ағамыз Нұрсұлтан арғынның қызын алған. Содан кейін қазақта сөз шығып кеткен. Қазақтың мықты жігіттері арғыннан қыз алады, қалғаны әркімнен қыз алады деген. Енді мынандай да сөз шығып жатыр. Мықты қазақтың қыздары арғынға тиеді, қалғаны әркімге тиеді деген сөз шығып жатыр. Сондықтан ортаға кереметтей Нұрсұлтан аспаннан салбырап түскен жоқ. Арғынның төрде құда отыр, құдағи отыр. Сіз құдағиды, сіз құданы ортаға бит етіп алып келіңіздер кәдеге. Көңіл күймен, әдемі бимен алып келіңіздер. Келіңіздер. Арғындардан келген біздің Нұрсұлтанның ата анасы Мұрат құда, Өміргүл құдағи. Би қайда құдаке, көңіл күй қайда, Мұрат құда, Өміргүл құдағи. Шіркін-ай, міне сайрағандай өңкөй бұлбұл, арманың айдай алтын тұғыр, жеткізер ме майраты бір-бір. міне Қолашыңды жайда кең әлемге, ұмтыла бер алға бірге жүгір. Ай-хай күйдің үніне көңілің. Ассалаумағалейкум. Машалла. Міне келін алған адам үйші жүру керек қой. Қыз ұзатқан адам үйші жүру керек. Міне келін алған адам ұқсап қуанып жүгіріп керемет билеп келе жатыр. Құдеке, мына жерге тұрсаңыз, бері тұрыңыздар. Аналарымызды ортағалай. Қош келдіңіз Құдеке. Менің ұстазым сатираның снайпері Жүсіп Ақшора айтып еді, мұрты барды сыйлаңдар, мұрты барда имам бар деді. Мұрты бар Құда келді арамызға, бір қол соғайық кәнеке, құрметті ағайындар. Нұрсұлтанның әкесі келді. Сіздің құдаңыз мақтаншақ емес. Егер мақтаншақ болса, жаңа тойдың басында шыққаннан, ойбай, мен Астанада бизнесменмін деп айтатын еді, оны ешкімге айтқан жоқ. Тура бизнесменмін деп айтатын еді, оны ешкімге айтқан жоқ. Мен де мақтаншақ емеспін. Мен де мақтаншақ болсам, жаңа шыға сап, ойбай, мен Шаншарда істеймін деп айтатын едім. Оны ешкімге айтқан жоқ, оны айтпаймын да оны. Мен де мақтаншақ. Бәрекелді. Қоза қойық кәнеке. Мен де мақтаншақ емеспін дейді. Арғындар да мақтаншақ емес.
Мен мақтаншақ болсам, елбасы Шымкентке жылда 2 рет келеді. Сол кісінің алдында өнер көрсеттім деп мақтанады деймін. Оны да айтпаймын, керегі жоқ. Нағыла мен мақтаншақ адам болсам. Мен бір-ақ нәрсені айтып мақтанамын. Мен бүгін Астанада Асағамның тойын жүргізіп жатырмын деп мақтанамын. Сіздер де сол тойға келдім ғой деп бір қол соқсаңыздар жарасады. Осындай қошеметпен Құда сізге микрофон ұсынамыз. Қош келдіңіз. Ал, құрметті халайық, бүгін балам деп айтам, қызым деп айтам. Бүгіннен бастап қызым болды енді. Әйгерім. Міне сол екі балапаным үлкен азамат болып, екеуі бақытты болсын, дендері сау болсын, екі жаққа бірдей болып, екеуі де екі аққу сияқты қол ұстасып құстай ұшып жүре берсін. Екі жаққа бірдей болып, әке-шешелер аман болып, сол барлықтарыңызға жұғысты болсын. Рахмет. Құда сөйлеп жатыр. Құданың сөзін тыңдаған адам болса бір қол соқпасаңыздар болмайды, құрметті ағайындар. Құда керемет тілегін айтты. Айтқан тілегіңіз қабыл болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ата-ана баласының бақытын Алладан сұраса, ол тілек сөзсіз қабыл деді. Айтқан тілегіңіз қабыл болсын Құдеге. Қазақтың биі бар ғой, Төле би. Сол қызын ұзатыпты Құда, біздің көкем қызап. Сол кезде қызы Төле би айтыпты: "Ей қызым, біздің елден ол елге не алып барасың? Ол елден біздің елге не алып қайтасың?" депті. Сондай текті жерден шыққан қыз, ол да тектілігін көрсетіп: "Әке, ол елге сіздің берген тәрбиені алып барамын, ол елден тек қана рахметті алып қайтамын" депті. Мына сіздердің алып жатқан келіндеріңіз де осы қыпшақтардың берген тәрбиесін арғындарға көрсетсін, арғындардың рахметін қыпшақтарға алып келсін деп бір қол соғайықшы Құдаға тағы да. Енді Құдағи, қош келдіңіз. 100 жылыдан түңілме дейді. Міне жүзіңіз сондай жылы екен. Қызымыз жаман жерге бара жатқан жоқ сияқты, құрметті ағайындар. Олай болса қызымыздың генералына тілек берем, енесіне. Құрметті құдағилар, мына екі жасымыз отау құрып жатыр, қайырлы құтты болсын, екі жаққа да дендері сау болсын, екі жаққа да қызыға келе берсін, сыйластық болсын, екеуінің махаббаты мөлдір болсын. Тек қана жақсылық тілеймін, екеуіне бақытты болсын. Құдағи да тілегін ақтарды, құрметті ағайындар. Құдағиға да бір қол соғыңыздар. Мына қыпшақтар қонақ сыйламайды екен, Құдағи сыйламайды екен деп қалмасын. Қыпшақтар қайда? Қол соғайық кәнеге Құдағиға. Бәрекелді, айтқан тілегіңіз айдай келсін Құдағи. Рахмет. Енді әке Асқар тау, ана аққан бұлақ, бала шет-шетінде құрақ дейді. Біздің Әйгерімнің Асқар тауы, әкесі Асыл ағам тілек айтады кәнеге. Ал, кеш жарық, құрметті қауым, құрметті қонақтар. Мен айтарым, мынау ата-анаға ең қымбат нәрсе баланың жаңағы кішкентайынан өсіріп, әлпештеп өсіргенде күліп, ойнап, жыласа мазамыз кетеді. Солардың негізгі жақсы жадырап, өте жақсы жан болса екен деп, сол үшін біз барымыз салып, тәрбиелейді екенбіз. Енді Алланың бір жағынан Алланың құдіреті, екінші жағынан мынау бала шағамызды, барымызды, қолымыздан келгенше тәрбиемізді бердік. Осы балдарымыз енді әкеге де ата-анаға ең қымбат нәрсе баласының бақытты күліп ойнап жүргені, содан артық бақыт жоқ деп ойлаймын өзім. Енді мен осы қос балама осы өмірде бақытты болғандарын, осы өмірде әрдайым күліп жүргендерін, екі жақтың бір-бірімізге сыйымызды келтірместен бір-бірімізді қуантатындай семья болғандарын қалаймын. Соған тілектеспін. Балдарым, балапандарым бақытты болсын, сол үшін. Әумин, әумин. Әкеміз тілек айтты, құрметті ағайындар. Алла разы болсын, көке. Мама, алға шығыңыз. Мына кісіге, құрметті ағайындар, ортаға шығармасам болмайды. Себебі әуелі Алла, екінші осы кісінің арқасында төрдегі сұлуымыз Әйгерім дүниеге келді. Сондықтан мамамызға арнайы бір қол соқсаңыздар жарасады. Бәрекелді. Нұрсұлтан, мына кісіні жақсылап көріп ал.
сіздің енеңіз болады. Көрдіңіз ғой, қазақтың мақал бар қазақта, келіншегіңнің 30 жылдан кейінгі түрін көргің келсе, енеңе қара дейді. Құдай қаласа 30 жылдан кейін біздің Әйгерім де қасыңызда дәл осылай жайнап жүре берсін деп тілейміз. Бұл кісінің мың қасиеті бар. Мың қасиетінің барлығын мына жерде айтпай қояйын, бірақ қасиетін айтайын, көрсетейін. Жеңше, шыныңызды айтыңызшы. Үйленгендеріңізге қанша жыл болды Асекең мен екеуіңіздің? Шыныңызды айтыңыз. Осы уақытқа шейін Асекеңді сүйем деп айттыңыз ба? Ойбу. Әжептәуір мақтайын ба десем, батышын шығарды жеңше. Көрдің бе Нұрсұлтан, осы кісінің қызына өтсін. Алма ағашынан алысқа түспейді дейді. Бұл жақсы әйелдің қасиеті. Себебі жақсы әйел сүйем деп айтпайды, бұлар сүйеді. Күйем деп айтпайды, бірақ күйеді. Ренжіп тұрып аяйды ол, кештетіп келсе күйеуі. Үндемей сені бағындырады Нұрсұлтан. Алысқа кетсең сағындырады. Ап ашық күнді кей кезде толасы жауын қылады. Оғыңа үнсіз құлайды, жоғыңа үнсіз шыдайды. Өз үшін емес, Алладан, Асеке, сіз үшін бақыт сұрайды. Іздесең, ізде жігіттер. Ділдәт жеңшемді жұбайды деп, Ділдәт жеңгемізге тағы бір қосып қойыңыздар, құрметті ағайындар. Жеңше дойықты болсын. Түсініп тұрмыз, жеңшемнің жүрегіне құлақ түрдім. Мен бүгін қуаныштан жылап тұрмын. Қызыма Нұрсұлтан сырға таққан кезде қызымның бой жеткенін бірақ білдім деп тұр ғой жеңше. Ортаға келіңіз. Ешқандай жаман жерге қыз беріп атқан жоқсыз. Бұл арғындарды білеміз. Қазақ тарихында ойып тұрып алар орны бар. Сонда керемет жерге, текті жерге қыз беріп атсыз, керемет тілек айтыңыз. Ал құрметті алыс жақын жерден келген қонақтар, құдаларымыз, құдағиларымыз, жора жолдастарымыз, ағайын туыс бауырларымыз, сіздердің мына бүгінгі кешімізге, қуанышты кешімізге келіп, қуанышымызға қосылып отырғандарыңызға үлкен рахмет айтамыз. Дендеріңіз барлықтарыңыздың сау болсын, үйлеріңізде сіздердің де осындай тойлары болсын. Не дейміз? Жастарға бақыт тілеймін, дендері сау болсын. Қызымыз барған жерінде тастай батып судай сіңсін. Құдалығымыз 1000 жылдық болсын. Күйеу бала бізге 100 жылдық болсын. Сол барлықтарыңыздың үйіңізде осындай тойлар болсын, жұғысты болсын, бақытты болсын жастар. Әй, бәрекелді, түсінеміз жеңше. Оңай емес сізге де. Жүрегінің бір бараңызды арғындарға беріп жатсыз. Жаңа жеңшемді мақтап, мен Асекеңді, вообще Асекеңе көңіл бөлмеппін ғой мен. Әшейін Асқартау деп бере саппын. Негізі мені бұл тойға шақырған Асекең. Сондықтан Асеке, сізге арнап жазып келген әнім бар. Ол әнді жанды дауыста айтам. Құдаңыздың қандай кісі екенін осы әннің ішінде айтам Құдеге. Тыңдаңыз. Ол болса Асеке, сізге арналған ән, мен живой айтам. Оны сүйемелдейтін Нұрхат Әбдіжәлил, Шаншар театрының X тобындағы гитарист. Асеке, тыңдаңыз, сізге арналған ән. Ей, шіркен ай. Қайырлы кеш мырзалар, және ханымдар, бүгін менің айтатын әсем әнім бар. Бүгінгі кеш қуаныш, бүгін ұлы той, бүгін менің қасымда асыл ағам бар. Бауырым асыл аға, күрсінбе бекер, жалғанда жанартаудай, жабырғамай көңіліңді көтер, сыйласып атқарайық осы тойды. Асеке, Әйгерім үшін жалғанда қайтып келмес бұл дәурен өтер. Ханымдар мен мырзалар, шуламаңыздар, біздің Асеке туралы миллион аңыз бар. Осы әнді айтамын, асыл сен үшін, неге екенін өтінем сұрамаңыздар. Бауырым асыл аға, күрсінбе бекер, жалғанда жанартаудай, жабырғамай көңіліңді көтер, сыйласып атқарайық осы тойды. Асеке, қыпшақтар үшін, арғындар үшін, жалғанда қайтып келмес бұл дәурен өтті деген кезде бүкіл қыпшақтар шапалақ ұрған екен ғой. Рахмет.
Осы Асеке. Көрдіңіз ғой қандай екен? Енді Құдеке, ертең сіз жақта той болады Құдай қаласа, Нұрсұлтанның тойы. Ол тойға бұл отырған қыпшақтың бәрі барамайды. Ары кетсе ішінен 60-ы барар. Қалған кісілер сұраныс болып жатыр. Мына біздің Асекеңнің төс қағысқанын біз де көрейік те деп жатыр. Сондықтан Асеке, Құдамен 1000 жылдық құдалыққа төс қағыстырайық. Алға шығыңыз. Құдеке алға шығыңыз. Асеке, сіз қыз беріп жатсыз. Сіз постоянно шіреніп жүресіз енді. Деп жүресіз. Жатсаңыз да болады сіз. Құдеке, енді Асекең ауылыңызға барған сайын айқайлайсыз. Қорғалжынға барған сайын көресіз де айқайлайсыз. Бүкіл арғындар еститіндей қылып. Хей! Құдам келді деп айқайлаңызшы. Құдам келді. Қосағамыз кәнекей бәрекелді. Төс қастырамыз 1000 жылдық құдалыққа. Бәрекелді. Міне құдалық. Тағы да бір рет. Рахмет. Болды. 1000 жылға кетіп қалды уже. 1000 жыл болып кетті. Енді жеңеше сіз шығыңыз. Енді құдағи айқайлайды. Құдағи! Ойнамайды, сіз айқайлатпаймын. Нұрсұлтан, мына мақалды мен шығарған жоқпын. Жания болғаннан кейін ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды дейді. Құдай сақтасын. Жанияңда ыдыс аяқ сылдырлап баратса, мына тойдың дискісін қойып жүріп, Әйгерім екеуміз бақытты болсын деп, аналарымыз бір түйісті қой деп, бірден тоқтатасың. Келістік па? Бәрекелді. 2 жас бақытты болсын деп, Құдағидың бетінен сүйіп қойыңыз, Құдағи кәнекей. Жеңешемнің бетінен сүйіп қойыңыз. Бәрекелді. Тағы да бір мәрте. Бәрекелді. Рахмет. Ортаға суретке түсейік енді. Біз жаңа айтты қой мақтаншақ емеспіз деп. Егер мақтаншақ болсақ, мына жерде ойбай алтын, күміс деп оның бәрін тағатын едік. Оның бәрін құдалықта тағып қойғанбыз. Бұндай жерде мақтанбаймыз біз. Сондықтан Нұрсұлтан, келіншегіңізді алып бермей қарай келіңіз. Біздің ару қызымыз Әйгерімді алып ортаға келіңіз. Ата-аналардың қасына келіп суретке түсіңіз. Бәрекелді. Естелікке суретке түсейік. Түсір фотограф. Құдалардың өздерін бірінші түсір. Сонан соң түсір. Бәрекелді. Әйгерім жан, кел ағай. Мына жастар бір тойларда ата-ана қолдарын көтеріп, жастардың қасына барып жатады. Негізі жастарды дүниеге алып келген осы ата-ана. Сондықтан осы кісілердің қасына келіп, жастар суретке түссін. Осы бастан ата-анаға қызмет жасауды үйренсін деп жатырмыз кәнекей. Келіңіздер. Оның үстіне Бауыржан атамыз айтып кетті ғой, Табалдырықтан үлкен тау жоқ деді. Таудың қасына келіп суретке түсейік кәнекей. Табалдырыққа келіп суретке түсейік. Күйеу бала, бәрекелді. Нұрсұлтан күйеу баламызда керемет сайттасында керемет жігіт екен. Қол соғып қойсаңыздар болады. Қызымыз екеуі әдем жарасып тұр деп қол соғып қойыңыздар кәнекей. Бәрекелді. 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 Жан бәрекелді. Ортаға тұрыңыздар. Әркім өз келіншегінің қасында тұрсын. Қазір сондай мода болып жатыр. Қайрат Нұртастар, Төреғали, Төрәлді бәрі өз келіншегінің қасында жүр ғой. Сондықтан әркім өз келіншегінің қасында. Міне әдем жарасымды. Бәрекелді, ортаға жұптасу бәлісінен шақырамыз. Құрметті жастар, сіздерді Құда мен Құдағиды ортаға биге шақырамыз кәнекей. Құдаларды биге шақырып қойыңыздар. Енді жеңше, Асеке, Құдағиды биге шақырып қойыңыз кәнекей. Керемет ортада әкесі мен қызы да билесін. Болат ұлдарыңыз ән айтады. Жолдасқыз жолдас жігіт, сіздер де шықсаңыздар болады. Асеке, Құдағиды. Подними глаза, в рождественское небо, загадай все то, о чем мечтаешь ты. Жизнь не до тебя, я так счастлив не быть. Для тебя одной, их так любишь ты. Эти белые цветы, я люблю тебя до слез. Каждый вздох, как первый раз.
Белизной твоей, манящей белых кожей, красотой твоих божественных волос. Восхищаюсь я, ты мне всего дороже, все у нас с тобой только началось. Я люблю тебя до слез, я люблю тебя до слез. Каждый вздох как первый раз, вместо лжи красивых фраз. Это облако из роз, лепестками белых роз. Наши ложи застыли. Я люблю тебя до слез, без ума люблю. Вместо лжи красивых фраз. Это облако из роз, лепестками белых роз. Наши ложи застыли. Я люблю тебя до слез, без ума люблю. Я люблю тебя до слез, без ума люблю. Бәрекелді, Болатжан Сағынды рахмет жайғасайық. Жастар ағыдауға қонамыз. Құда мен құдағиды дастарханға шығарып саламыз. Ортан ашайық. Керемет би болды ортада. Негізі екі жастығына билетеміз демек барлық ағайындар ортаға кереметтей көңілдің күйін тербедіп. Біздің Болат ән салған соң шыдай алмай ортаға шығып биледі. Енді жайғасайық ағайын. Ортаға шоу балет Аризона, Болливуд шоу қыздары мен жігіттерін шақырамыз кәнеке. Алдарыңызға Кальянидің келіндері келе жатыр. Ортан ашып би өнерін тамашалайық кәнеке. Сәғ осыға кереге қыздарға.
ऐसे नैन मिलाऊं सजना कैसे मैं ऐसे ना घबराऊं सजना कैसे आए ना ऐसे मोहे लाज सजना छूना ना देखो मोहे आज सजना Arizona. Ey bereket, qo'saq kanaki. Anandi bastag'an Kalyanidin kelinderi. Hop. Al flash mob kettorda. ਨੀਮੀਆਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਚੀਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਨੀਮੀਆਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਚੀਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ Birdi isteyiz, bir işlerine birdi jigitler. Birdi. Yassa. Hop. Melebi. Sekremiz. Sekremiz. Jastlar ruxsat sekri kanaki. Yassa. mola 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 rosa calça no 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 Tuh, mana Jastlar geldi ortaga. Hay hay. Birdi isimiz deyishimiz. Qo'zg'amiz atgan qo'noqlar gana bishlarga. Hop. Tuh. Ey barakallah. Qo'zg'oq kanaki bishlarga. Deliga borib qaytganday bo'ldik, bir Indiyaga borib qaytganday bo'ldik bir. Keremet bir yönlerini ko'rsatgan. Keremet bishlerimizga bir qo'zg'oq. Endi uyisib ko'ngillariniz ko'tarilib turgan chaqda o'rtaga жаңа xudolar chaqirmasak bo'lmaydi aqayinlar. Kelingizlar, barcha bizning Nursulton giyo bolamizning atalari, apalari, naqashlari, jiyenleri, böleleri, xudolari ganagi ko'rishlari, bizning xudoning do'stlari, xudoning padrushkalari bugungi to'yda жаңа xudom degan barcha arg'in yelin azoba alangina chaqiramiz ganagi. Kelingizlar, atlaringizni atap, tushlaringizni tushlamaymiz. Men жаңа xudom degan barlig'i azoba alangina ağılsın. Kopurganda kızlar gül gül Korgalmangдар жер Xudoning do'stlari, Xudoning padrushkalari, kelingizlar. Bir qayda жаңа xudolar, ko'ngilga qayda. Ay hay, kelib жатқан xudolar kelib жатыр. Алтын тұғыр
Біздің қызымызды алып жатқан арғындар келе жатыр. Қол соғар қыпшақтар. Жайда кең әлемге Ей, бәрекелді. ұмтыла бер алға бірге жүгір. Әссәк. Ай күйдің үніне күмбір күмбір. Мені құдаға. Мені құдашқа. Ей, бәрекелді. Ұмтыла бер алға бірге жүгір. Қыздар бұлбұл жігіт бүлділ, бір-біріне болған білгір. Өрілдіккен дүниені жастық жігер Әссәк. Арманың айдай алтын тұғыр, жеткізер ме майда қыбыр-жыбыр. Қолашыңды жайда кең әлемге, Ай, ұмтыла бер алға бірге жүгір. Ай күйдің үніне күмбір-күмбір. Кімге дәрі Асеке қайдасыз, Асеке? Асыл аға. ұмтыла бер алға бірге жүгір. Ей, бәрекелді. Рахмет. Жаңа құдалар сіздерді сөйлеуге шақырдық, билеуге шақырған жоқ десің бе? Әркел, артқа тұрайық, артқа кішкене шегінейік. Себебі артыңызға кісілер де қонақ болып тойға келді. Ол кісілер де құдаларды көрсін, құдағиларды көрсін. Асекен қайда, жеңше? Келіңіз, Асеке. Асыл аға. Жаңа құдалар келді, той төріне енді, арғын елі келіп жатыр ортамызға. Бәрекелді, Асекен келе жатыр. Қош келдіңіздер, аналар. Қош келдіңіздер, ақсақалдар. Әуелі кім бастайды? Жасы үлкен, жолы үлкен, көкен бастасын. Ұлдың жолы ұлғы жүргін қашанда дейді. Сондықтан ұлы жол деп өзіңізге береміз. Рахмет ағайын, туған туыстар, дос бергеніңе. Құдағилар, мынау 2 жас бақытты болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Бағанадан бері айтылып жатқан тілектің бәрі қабыл болсын, Алла тағала. Осы менің балаларымның жолдарын кейінгі жас балаларға да берсін. Өмірлер шүбірлі болсын, қайда жүрсе аман болсын. Не тілесем, тілек соның бар қабыл болсын. Жаңа құда тілек айтты, құрметті ағайындар, бір қол соғып қояйық. Арғын елі, қош келдіңіз құдеке. Ал енді ақжалық аналарымызға кезек берсек болатын шығар. Қош келдіңіз құдағи. Жақсы, құдағи. Жату тойларыңыз қайырлы құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын. 2 жас бақытты болсын. Тек қана қуаныш қызыға келсін. Футболистер көп болсын. Сол үшін алып Құдағи, мынау 2 қос ақ қуларыңыз, балапандарыңыз құтты болсын. Алла жағынан сүйсіндіріп бақытты болсын. Көтерген шаңырақтар биік болсын, босағасы берік болсын. Бастарыңыз аман, бауырларыңыз бүтін болып, үйіңіз жанға толсын, қалталарыңыз ақшаға толсын. Алла не берсе де қайырымен беріп, жақсылығын беріп, әрқашанда тойдан тойға жалғаса берсін. Ал міне жаңа айтылғаның несіне қабыл болсын. 2 бала бақытты болсын, аспандар ашық болсын, босағалары берік болсын, 2 жақ бірдей болсын. Айтқаныңыз келсін, әумин. Мінекеңіз құдеке, қош келдіңіз. Ал құрметті құдағи, Мұрат Өміргүл, мынау 2 жастың алғашқы аттап атқан қадамдары қайырлы құтты болсын. 2 жасқа бақыт тілеймін, армандарына жетсін. Сол айтылып жатқан тілектің бәрі қабыл болсын, періштен құлағын шалынсын. Тойдан тойға ұласа берсін, тойға. Алла шеге құда, мынау бүгін ұзату тойын жасап жатсыздар. Әйгерімді алысқа шығарып жатсыздар. Осылай барған жері баянды болып, тастай батып, судай сіңіп, біздің жаққа бақытты келін болсын. Өбірлі шөбірлі футбольный команда құрып, біздің қорғалжынды тұқымызды көбейте берсін. 2 жаққа бірдей немере сүйгізіп, 2 жақ мына Мұрат екеуіңіз немере қуанышы тоймай, күнде үйлеріңізден той кетпесін. Мынау Нұрсұлтан мен Әйгерім екеуі бақытты болсын.
үлкендердің жолын берсін, тойға тойлаша берсін. Шолпан Құдаша, келіңіз кәнекей алғашыңыз. Қош келдіңіз. Мен айтайын. Ал құдағилар, бәрі мың жылдық болып, бір-біріміздің жақсылығымызды бірге болып осылай құда болуға Құдай жазып отыр. Міне, балалар бақытты болсын. Әйгерім, барған жеріңе жаңа айтып отыр ғой, бақытты боламын деп бармайды, бақытты қыламын деп сол елді барамды қыз бала. Сондықтан біздің қорғалжынды бақытты қылсаң, сен өзің бақытты, әдемі келін, бәйбіше, ана, әже боласың. Ал бәрі құтты болсын. Құдалық 1000 жылдық, күйеу 100 жылдық болсын енді. Әумин айтқаныңыз келсін. Тағы да бар ма жаңа құдалардан? Қалғанымыз бір ауыздан қосыламыз ба? Келіңіз, сіз сөйлеңіз, қалғаны қосылады енді. Ал, құрметті құдағилар, тойларыңыз қайырлы құтты болсын. Бағанадан бері жақсы тілектер айтып жатырмыз. Періштенің құлағына шалынсын. Мынау бүгінгі бас қосып шаңырақ көтеріп отырған екі балапан өте бақытты болып, көп айтылған тілектер бағанаға періштенің құлағына шалынып, екеуі қос аққудай өмірде бірге жүзіп, бірге жүруге жазсын. Бізге тек қана қызықтарын көрсетсін, екі жаққа да мейірімді болсын. Әрине тек қана бақыт, және бақыт тілеймін. Енді асеге ортаға келіңіз, сурет көтсек, жаңа құдалармен кәнекей, Ділда жеңеше, жақындаңыз. Құданың қасына тұрыңыз. Фотограф түсір суретке. Керемет жаңа құдаларымыз келді, Қорғалжыңнан Арғын елі келді. Ал, құрметті ағайын, бірінші дастарханға жаңа құдадан бата сұрайық. Әумин деп қол жайыңыздар. Содан соң антракты биге тұрамыз кәнекей. Әумин құдығы. Дастархандарың майлы болсын, көңілдерің жайлы болсын, екі бұта бақытты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, тұшпандар аяқ астында болсын, жолдары қастарында болсын, Алла тағала. Басымызды аман қылып, осы неден айырмасын, той думаннан айырмасын, Алла қабыл қылсын. Әумин, Аллаху Акбар. Айтқан тілеңіз айда келсін. Ал, құрметті жаңа құдалар, баршаңыз ортаға шоқ-шоғынан биге шақырамыз. Ортада 1 сағат антракты би болады кәнекей. Алтын топ билетеді сіздерді. Кеттік ортаға биге. Барша құрметті қонақтар, жібер музыканы. Алтын ортада, алтын би болсын. Ассаламағалейкум.